Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі жұмсақ болып шығатын булочки рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жылы су және жылы сүт құйып аламыз. Үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Және де тұз бенен аштықымызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бетін жауып қойып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Апарамыз көтерілген соң қалған қантымызды саламыз. Жұмыртқаның ағын саламыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Енді аз-аздан ұнымызды електен өткізіп саламыз. Барлығын араластырып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымыздың бетін целлофанмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілді. Көтерілген қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. 2-ге бөлінген қамырдан 20 дана булочки шығады. Әр қамырымызды осылай дөңгелектеп бөліп шығамыз. Енді кесілген қамырларымызды дөңгелектеп қоямыз. Қамырымыздың бетін целлофанмен жауып, тағы да 15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді қамырымызды алып, өзіңіздің қалауыңызша форма жасап шығаруға болады. Немесе видеодан қайталауға болады. Жұмыртқаның сарысына сүтімізді қосып, араластырып, булочкалардың бетін жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Ал сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.